салыштырма балалар, 1-88 есебімізде 2-15 дәрежесі және 5-6 саны неше тәсілмен көрсеткіші 1-ден өзгеше дәреже түрінде жазуға болады дейді. 2-15. Көрейік қанша тәсілмен жазуға болатынын. 2-10 көбейтілген 2-5 дәрежесі деп жазуға болады. Яғни 2-15 дәрежесі болады. Негіздері бірде болғанда балалар дәрежелері қосылады. Оны білетін шығарсыздар. Енді 2-ның керісінше 12 дәрежесі дейік. Көбейтілген 2-ның 3 дәрежесі дейік. 2-ның 15 дәрежесі болады. Керісінше енді көрейік. 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген 3 дәрежесі тең болады. 2-ның 15 дәрежесі. Және де 2-ның 9 дәрежесі көбейтілген 2-ның 6 дәрежесі. 2-ның 15 дәрежесі. Негізі бұны көптеген тәсілдермен шығаруға болады. 2-ның ол болды. Енді екінші есебін шығарайық. Екінші мысалды келтірейін. 5-дің 6 дәрежесі. 5-дің 6 дәрежесі ол 5-дің 2 және көбейтілген 3 дәрежесіне тең 3. Яғни 5-дің 6 дәрежесі болады. Керісінше 5-дің 3 дәрежесі көбейтілген 5-дің 3 дәрежесі тең болады. 5-дің 6 дәрежесі. Керісінше 5-дің 4 дәрежесі көбейтілген 5-дің 2 дәрежесі тең болады. 5-дің 6 дәрежесі. 5-дің 3 дәрежесі және 5-дің 2 дәрежесі тең болады. 5-дің 6 дәрежесі. Осындай 4 тәсілменен шығаруға болады екен.